Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, тез әрі оңай дайындалатын керемет торт, Наполеон тортының рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен сүтті алып, оған жұмыртқаны саламыз. Содан соң екеуін жақсылап шанышқымен немесе венчикпенен араластырамыз. Сүттегі жұмыртқа толық араласып болғаннан кейін соданы алып, оны сірке қышқылымен уксуспенен әрекеттестіреміз. Әрекеттескен соданы алып, жаңағы сүтті массаға саламыз. Содан соң барлығын тағы да бірнеше секунд араластырамыз. Сүттің бетінде осындай көбік пайда болады. Енді бөлме температурасында тұрған сары майымызды алып, оған жаңағы сүтті массаны құйып аламыз. Шанышқымен немесе венчикпенен үстінен басып, шамамыз келгенше сүтпенен араластырып аламыз. Кейін електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп, жаңағы массаның үстіне қосамыз. Мен алдымен шанышқыменен араластырып, содан соң қалған бөліктерін шанышқыны ұннан тазалап, қолменен қалған қамырды илеуге кірісемін. Тортқа қажетті ингредиенттердің барлығын видеоның соңында описание бөліміне жазамын. Қамыр дұрыс шығу үшін видеода көрсетілген ұнның мөлшерінен артық ұнды қоспауға кеңес етемін. Бізде қамыр бір-бірімен бірігіп, осындай бір тұтас үлкен қамыр шығады. Мен стол үстіне шашылып кеткен ұнды жинап алу үшін қамырды осылай столдың үстінде бірнеше рет жүргізіп аламын, содан соң оны осылай екі бөлікке бөліп аламын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты қалай ыңғайлы солай бөліп, осындай ұзынша етіп жасап алсаңыздар болады. Кейін дайын болған қамырды осылай ұсақ бірнеше бөлікке бөліп аламын, содан соң оны осылай қолымызбен дөңгелектеп шығамын. Барлық қамырды дәл осылай жасап шығамыз. Қамырмен жұмыс жасау өте ыңғайлы, ол қолға жабыспайды, сондықтан ұнды сеппей қойсаңыздар болады. Дайын болған қамырды осылай пергамент қағазын дайындап, қазір осындай кольцомен оны кесіп формасын келтіретін боламын. Кішкене ұнымызды сеуіп, содан соң қамырды оқтауменен жая бастаймын. Оқтауды қолымызбен басып, бір келкі жұқа қамыр жаямыз. Егер қамыр оқтауға жабысқан болса, онда кішкене ұн себуге болады, бірақ шамадан артық көп ұнды сеппеңіздер. Бізде осындай жұқа әдемі қамыр шығады. Кейін оны осындай жаңағы формаменен кесіп, форма болмаса кез келген тарелканы қойып, жан-жағын артық бөліктерін осылай пышақпен алып тастасаңыздар болады. Артық бөлігін де осылай дөңгелектеп, артынан осындай қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырды шанышқыменен жүріп шығамыз, көтеріліп кетпеу үшін піскен кезде. Дайын болған қамырды формаға салып 180 градус аралығында әрқайсысын шамамен 7 минуттай пісіріп аламыз. Қамыр піскенше кремін дайындаймыз. Менде бұл жерде 20% сметана, оған қант ұнтағын салып, барлығын жақсылап миксерлеп аламын. Егер кремдеріңіз сұйық емес қою болғанын қаласаңыздар, онда миксерлемей, оны венчикпен немесе қасықпен араластыра салсаңыздар да болады. Қамырдың барлығын пісіріп алдым. Менде осындай 12 дана қамыр шықты. Оның біреуін тортты әсемдеуге алып қалдым. Қалған бөліктерін қазір тортқа пайдаланамын. Тортты мен кондитерлік кольцода жинаймын. Егер сіздерде ол болмаса, онда бірінің үстіне бірін жинай берсеңіздер болады. Кремді бірнеше қасықтан өлшеп, әр коржды орналастырғаннан кейін осылай қасықпенен жағып шығамыз. Қамыр піскен кезде қаттылау болып шығады, бірақ одан қорықпаңыздар. Кейін кремді жағып, оны бірнеше уақытқа қойып қойғаннан кейін ол сіңіп, жұмсарады. Крем туралы айта кетейін, егер кілегейлеріңіз қою болып жағылғанын қаласаңыздар, онда оны миксерлемеңіздер. Бірден қасықпен немесе венчикпенен араластыра салсаңыздар, кремдеріңіз қою болып шығады. Мен миксерлегендіктен кремім осындай сұйық болып шықты. Кремім сұйық болғандықтан торттың жан-жағына менің кремім сәл аға бастады. Бұл жерде енді өздеріңіз таңдайсыздар, миксерлеуге немесе миксерлемей бірден жаға берсеңіздер де болады. Қамырдың барлығын осылай бір келкі етіп орналастырғаннан кейін, оны қолымызбен басып шықсақ, оның беті тегіс болады. Қалған кремді де бетіне жағып, біздің торттың бетін дайындаймыз. Ол үшін жаңағы алып қойған қамырды осылай қолымызбен үгітіп, салафанның ішінде жасасаңыздар, жан-жақтың бәрін шашпай, әдемі тиянақты жасауға мүмкіндік береді. Оны алып оқтауменен басып, ұсақ үгінділерді жасап аламыз. Осы үгінділерді торттың бетіне салып, оны әсемдейміз. Бұл тортқа сметанный креммен бірге заварной крем де жақсы үйлеседі. Сол себептен сметанный кремді ұнатпасаңыздар, заварной кремді пайдалансаңыздар болады.
Кілегейлі кремді дайындаған кезде міндетті түрде кілегейлеріңіз 20%-дан жоғары болғаны жақсы. Егер ол 15%-дай болатын болса, ол ағып кетеді. Сол себептен 20%-дан жоғары кілегейді пайдаланғандарыңыз дұрыс. Тортымыздың бетін осылай әсемдеп алдық. Оны бірнеше сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Менде шамамен 2-3 сағаттай тұрды. Кейін оны шығарып, кальциядан босатамыз және шеттерін әсемдейміз. Жағылған кремнің барлығы кішкене болса да тортқа сіңу үшін оны осылай тоңазытқышқа қойып қойғандарыңыз дұрыс. Содан соң ғана барып шеттерін әсемдегендеріңіз ыңғайлы болады. Торттың шеттерін қалған үгінділерменен толықтай жауып шығамын. Ал жауып жатқан кезде кішкене үгінділеріміз төгілуі мүмкін. Сол төгілген үгінділердің барлығын осылай қолымызбен торттың астына қарай басып кіргізіп шығамын. Бұл әрине міндетті емес, мен тек қонақтар алдында тортым әдемі, таза көрінуі үшін оны осылай жасап жатырмын. Кейін қалған бөліктерін осылай қағаз сүлгімен немесе сулы орамалменен ақырындап сүртіп тазалап аламын. Міне біздің тортымыз толықтай дайын, өте әдемі болып шықты. Осы күйінде оны тоңазытқышқа тағы да бірнеше сағатқа қойып қойсаңыздар, кремі толықтай сіңіп, өте жұмсақ болып шығады. Негізінде кемінде 1 тәулікке қойып қойсаңыздар тіптен жақсы. Сол кезде қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығатын болады. Менде шамамен тоңазытқышта тағы да 3 сағаттай тұрды. Содан соң мен шығарып, сіздерге осылай кесіп көрсетіп жатырмын. Міне осындай өте әдемі, керемет, дәмді торт дайын болып шықты. Бұл торт менің сүйікті торттарымның бірі. Кремі толықтай сіңгеннен кейін барып жесеңіздер, өте керемет, дәмді болып шығады. Құрамының барлығы қолжетімді, үйдегі бар ингредиенттерден дайындалады. Сіздермен бірге болған Гүлім. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдағандарыңызға алғыс білдіремін. Астарыңыз дәмді болсын, назарларыңызға рахмет.